Продюсер деген адам жоқ та, то есть профессия продюсер деген отсутствует у нас. Бізде не бар? Администратор деген бар, тек заказ алатын. Но у нас бізде Қалпақстанда раужалың негізі ансат. Исат жоқ болғаннан кейін. Бірақ бізде Нүкісте ондай емес еді. То есть жесем ба, деп қоятын еді да алдын. Тойға барасаң, артист қосып қоя қойыңыз дейді. Оборудование, пульт, ноутбук, стойка, мойка, пойка, бәрі өзімдікі. Соның бәрін арқалап жүру керек. Тамадыға не керек? Микрофон керек. Болған. Оған өзінікі емес. Тойхана микрофонмен жүре береді. Тойда яки ресторанда жұмыс істегенде мен ұлма басқа адаммын, үйде мен ұлма басқа адаммын. Аңыз кәдімгідей жаздым шықты. Общее количество денег, которых я зарабатываю, на самом деле ол секрет. Қатын біліп қояды. Чибірс емес, шибірс емес, чарс, просто чарс. Бұл ат маған просто қатты ұнады. Когда звучит, это приятно звучит, запоминающийся, просто, модно, современно. Поэтому и чарс.